Сәлем, сіздермен бірге Асқар. Мен бүгін сіздерге 1993 жылғы шыққан «Айналысу» деген кино жайлы айтып беремін. Нико есімді жігіт өзіне пәтер жалдауға пәтер іздейді. Ол жан-жақтан іздеп шығады, бірақ ешқайсысы ұнамайды. Қала ортасынан үй таппаған Нико ауылдық жерге келіп іздей бастағанда, көшеде ролик теуіп жүрген жас қызды қағып кете жаздайды. Ол қыз бір үйге кіріп кетеді. Ол үй жалдауға береміз деп қойған болады. Нико кіріп қожайынмен сөйлеседі де, маған жайлы тыныш орын керек деп айтады. Қожайын әйел ол үнемі жұмыста және күйеуі жиі саяхаттайтынын айтады. Никоның сырттан 14 жасар Адриан есімді сол үйдің қызы аңдып тұрады. Ол өзінің досын жіберіп, оны көріп қайт дейді. Үйге кірген қыз Никоның жуатын жерді баптап жатқанын көреді. Сол жерден Нико оған досымсың ба немесе жауымсың ба дейді де, атың кім деп сұрайды. Ол қыз Шайен деп айтады де қашып кетеді. Нико терезеден сығалап қараса, көшеде Адриан қарап тұрады. Оны Адриан да байқап қалып, тығылып қалады. Шайен Адрианға ол әдемі екен, бірақ жасы үлкен дейді. Нико алғашқы жұмыс күніне келіп, бірінші тапсырысын алады. Ол түнімен әңгіме жазады, себебі редакцияға кірген болатын. Түнде оның қасына Адриан келеді. Ол одан немен айналысып жатсың дейді. Ол біреудің өмірі жайлы жазып жатырмын дейді. Адриан оның қасына отырып, Никоның темекісін алып тартады. Нико оған 14 жастағы қызға түнде жүруге болама деп айтады. Адриан мен жақында 15-ке толам дейді. Нико Адрианға бар ұйықта кеш болды деп айтады. Ертесі Нико шомылып жатқанда, оған Адриан барып, оны таңғы асқа шақырады. Жұмысында Никоның жұмысын бастығы мақтап, жақсы жазыпсың, біз оны баспаға бердік дейді. Кешке жақын Адриан оны кешке шақырады. Қожайын әйел өзінің күйеуімен таныстырады. Адамдар арасында роялдың даусы шығады. Оны ойнап отырған Адриан екен. Нико сыртта Адрианды кезіктіреді. Адриан келетініңді білдім деп айтады. Сосын екеуі сол жерде біраз әңгімелеседі. Сосын Адриан Никоға мені бір жерге апар дейді. Нико түсінбей кеш болды ғой дейді. Бірақ сонда да апарады, ол жер шырақ тұратын жер екен. Онда Адриан өзінің жалғыз екенін айтып, содан көңілсіз болып жүретінін айтады. Нико оны жұбатып бәрі жақсы дейді. Адриан Никоға сен маған ұнайсың деп ернінен сүйеді. Оны Нико тоқтатып, сен кішісің, сен бар болғаны 14 жастасың деп, мен 28-демін дейді. Сосын оны үйіне апарып тастайды. Ертеңіне барбекю жасап жатқанда, оның жұмыстасы Эмма Никодан Адриан жайлы біледі. Эмма Адрианға қиын болады, онымен олай жасама деп айтады. Нико мазасызданып, Адрианның бөлмесіне кіріп, жақсы көрме деп айтқысы келеді. Бірақ онда ешкім жоқ екенін, жастықта екеуінің бас әріптері тігілген жүрекше жастық тұрады. Кенеттен Адриан келе жатқанда, Нико шкафқа тығылып қалады. Адриан келіп шешіне бастайды. Адриан Никоның тығылып тұрғанын біліп шешіне береді. Үйінен шығып бара жатқанда Адрианның әкесі алдынан шығып, оны шатырдағы айналма ойында көрсетеді. Оны Адрианға арнап істеген екен. Бірде ойнап отырған Адрианға келіп, Нико біз жай ғана дос болайық дейді. Адриан онда неге мені сүйдің дейді. Ол қателік болды деп айтады Нико. Адриан онда неге мені шкафымда тығылып аңдыдың дейді. Сөз таппаған Нико үнсіз кетіп қалады. Нико көшенің бұрышында Эмма досына жаңа бояған көлігін көрсетеді. Оған біреу жаман сөзді жазып кеткен екен. Нико оны Адрианнан көреді, сосын ата-анасына айтады. Адриан оны мойнына алмайды. Шайен Никоға сабақтан кейін кездесейік, айтатын сөзім бар деп кетіп қалады. Шайен атта шабу сабағында құлап қолын сындырып алады да белгіленген орынға келмей қояды. Сол жерде оны Нико күтеді. Оның орнына Адриан келіп, Никоны сен Шайенді жақсы көріп жүрсің деп айтады. Нико оған кішкентай бала сияқтысың деп Адрианның ашуына тиеді. Ертесіне жұмысқа барғанда Никоның еңбектері өшіріліп кеткен болады. Солай бастығының алдында ыңғайсыз болып, үйімнен көшірмелерді алып келейін деп сұранады. Үйіне келіп тексергенде барлық жатта өшірілген болады. Эммаға қоңырау шалып, мұны істеген Адриан деп айтады. Нико Эммаға бастыққа мені айтып ескерте тұр, мен еңбектерімді қайта жазамын дейді. Сосын бөлмесінің астынан Адрианның бөлмесін тауып алады. Нико бөлменің құлпын өзгертіп, Адрианның қоңырауынан бас тартып жүреді. Сонымен қатар басқа пәтер іздей бастайды. Бірақ тапқан үйі қазір дайын емес. Келесі апта кел деп жібереді. Ол бұрынғы үйге қайтып келіп, заттарын жинай бастайды. Нико мен Эмма екеуі махаббат құрып жүре бастайды.
Сосын олар бірге түнейді. Олардың жатын бөлмесіне Адриан келіп, қарап кетіп қалады. Оны сезген Нико сыртқа шықса, Адриан асханада айқайлап жатыр екен. Оның қасына барып, не істеп жатсың дегенде, Адриан жабырқаулы түрімен лимон шырынын жасап жатырмын дейді. Ертесіне таңертең Адриан Эммаға кеше түнде не істедіңіздер деп сұрайды. Эмма ашулы түрде өскесін түсінесің дейді. Адриан менде сен сияқты өскім келеді дейді. Келесі күні Эмма сарайына кіріп суреттерді қарап жатқанда, Адриан оның сыртынан жауып, тесіктен араларды жібереді. Аралар Эмманы шаға бастағанда, Эмма терезені сындырып араларды қуып жібереді. Эмма ауруханаға түседі. Адриан Шайенға Эмманың ауруханада болғаны Никоны маған жақындатты дейді. Менің атшабу өнеріме келеді дейді. Келмеген Никоға өзі барып, елдің көзінше оны сүйіп, сол жерде екеуі ұрсып кетеді. Адриан Никоны ұрады. Нико сол жерден оны алып шығып, сен жындысың деп кетіп қалады. Нико басқа үйге көшкелі жатады. Сол жердің қожайындары бермей оны қайтарып жібереді. Себебі Адриан оны нашақор деп алдаған болады. Үйіне келгенде полиция Никоны ұстап алады. Сол сәтте үйінен Адриан таяқ жегендей болып, үйінен шығып жатады. Адрианның әкесі Никоны қылғындырып ашуға ерік береді. Адриан ауруханада маған тиісті деп айтады. Нико болса ол алдап жатыр, маған жала жапты дейді. Никоның бастығы оны шығарып алып алысқа кет дейді. Заттарын жинап жатқанда кенеттен Шейен шығып, Адрианның есі дұрыс емес екенін айтып, оған бар дейді. Расында ол есен ауысқан қыз болып шығады. Нико оның үйіне барғанда ол Шейенді байлап тастап, Никоның басынан ұрады. Соның үстінен әкесі келіп қалады. Адриан жоғарға қашып кетеді. Артынан Нико да көтеріледі. Шатырда Шейенді байлап тастаған болады. Оны босатып жатқанда Никоны тағы ұрады. Нико оны ұстап басып жатқанда әкесі келіп Никоны қылғындырады. Есі ауысқан Адриан әкесін ұрып есінен тандырады. Содан кейін Никоға қол көтермекші болғанда Нико оны ұрып ұшырып жібереді. Нико айналманы тоқтатып Шаянды босатады. Келесі кадрда Адрианның жындыханадан Никоға хат жазып отырғанын көреміз. Сол кездері Нико Эмма ғашығымен басқа үйге көшеді. Эмма Никоға көп хаттарды әкеліп береді. Ашып қараса, ол хаттардың бәрі Адрианнан келген болады. Қызметші Адрианды бөлмесіне қарай кіргізеді. Бөлмесінде ол өзін емдеп жүрген дәрігерге қарап жаңа құрбанына дайындалады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Кино ойдан шығарылған. Оның ішіндегі кейіпкерлер біреудің қиялынан алынған. Ал сіздің өз өміріңіз бар. Сіздермен бірге болған Асқар. Каналға жазылып лайк басып бөлісіңіздер. Менің тағы да басқа видеоларым бар. Қараңыздар. Сау болыңыздар.